Сәлеметсіздер ме оқушылар? Тарихтың шертіп пернесін бөлімі бойынша Асқар Сүлейменовтың Бесатар повесімен танысуды жалғастырып, Төрехан бөлімін талдайтын боламыз. Бүгінгі сабақта сабақтың мақсатына сәйкес сіздің меңгеретініңіз әдеби шығарманың композициясын, жанрлық ерекшелігін айқындап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау. Оқушылар, алдыңғы бөлімнің мазмұнын сұрақтар шеңбер арқылы еске түсіріп көрейік. Крейгель Иноземцевті мақсат жолында ғана тұтқыннан азат етпекші болды ма? Үш ұя деп отырғаны не? Бұларды анықтау олар үшін қаншалықты маңызды? Крейгель Төрехан мен Саруарды неге ұстап отыр? Фольбаумның бұйрығы Крейгельді неліктен алаңдатты? Дұрыс жауап бердіңіздер деп сенемін. Иноземцевті құтқарса, Крейгельдің Верныйдың полиция басқармасына бастық болып мансабы өседі. Сол себепті де тұтқыннан азат етпекші болды. Үш ұя деп отырғаны көтерілісшілердің жасырынған жері, бекінісі. Оларды анықтап алып, көзін құртуды ойлайды. Крейгель Төрехан мен Саруарды Иноземцевтің қайда екенін, көтерілісшілердің ұясын біліп алу үшін ұстап отырған еді. Фольбаум бүлікшілерді басуға тек 6 күн ғана уақыт берді. Осы бұйрықты орындамаса, өздерінің жағдайлары қиындайтынына алаңдаулы еді. Оқушылар, мына сұраққа назар аударып көрейік. Орыс офицері Иноземцев қазақтардың қолына түскеннен кейін Крейгельдің солдаттары кімді қамауға алды? Иә, дұрыс. Ауыл ағасы Төреханды трапшеңкеге отырғызып алып кеткен болатын. Ендеше бүгін біздер Төрехан бөлімінің мазмұнымен танысамыз. Төрехан бөлімінде кездесетін сөздерге түсінік беріп кетейін. Күшіген, қолайлы сәтті күтіп, осал жерінен соғатын әлсіздікті, қорғансыздықты пайдаланып, тән мен жанды жаралайтын адам. Сасай, түкке жарағысыз. Көшелі, байсалды, ой өрісі кең, көпті көрген, жөн жосықты білетін деген мағынаны білдіреді. Тірек сөздер арқылы бөлімнің мазмұнын ұғынып алайық. Аты солдат демесең, өзі бір тындырымды немекен, және есті тазыдай қабақ таный ма? Төреханға қуырдақ қымыз әкеп, томпаңдап қызмет қылып жүр. Төрехан Мұқағалидың сұр бәйбішесінің самаурынын танып отыр. Осы шайы құрғырға қай кезден бері құныққан білмейді. Аққұйрық деген сөзді алғаш атасынан естіп еді. Бір-бірлері осы аққұйрықты қысырақтың қымызына да айырбастамайды. Оның есіне осыдан 4 күн бұрын жылқыдан басқа мал-мүліктің бәрін талақ етіп аттанған Мұқағали түсті. Ішінен ұзақ күбірлеп бетін сипады. Аздан соң солдаттан аты жөнін сұрады. Голоножкин деді солдат. Ол не пәле дегенде жалаң аяқ деп еді. Ол, ей бейшарай деді. Анауың кім деп сұрады. Мырза Крейгель, начальник дейді. Аты жөні кім? Мырза Крейгель. Шені қандай? Офицер следователь дейді Голоножкин. 3-4 отряд шығыпты деп еді. Бір отрядтың керуен басы осы екен ғой, деді ол. Көрінген күшігенге жем болғанша қаныңды тазғараның өзі ішкені жақсы. Менде бір бөкенің сасай болған текесі дә деп қойды. Төрехан түрулі іргеден Қазығұрт жаққа ұзақ қарады. Қазығұрт кеткен кімнің отряды? Деп сұрап еді. Солдат бір ел ауызға беселі қақпақты көрсетіп, аузын басты. Төрехан тұнып тұрған қапырықтан аязды күнді аңсады. Содан есіне кездейсоқ кезіккен отрядтан жез жағалы біреуін алып қашқаны түсті. Көшелі жігіт боп өсіп келе жатқан баласына мына сойқан қатер болмаса игі деп тілейді. Сонымен бұл бөлімде кәрігөз шалдың азалы елдің мұң-зарына шыдай алмай, бұрынғы қауқар қайраты жоқ болса да, жазалаушы отрядтарды қолға түсіруге барын салғаны, қолға түссе де жауына тізе бүкпейтіні сөз болады. Осыдан аман шықса, көтерілісшілерге қосылмақ ойы да бар екені айтылады. Сабақтың мақсатына жету үшін тапсырмаларға кезек берейік. Бірінші тапсырма. Шығарманың композициялық құрылысын оқиға тауына
орналастырыңыз. Бағалау критерийі шығарманы композициялық құрылысына талдау жасайды. Дескрипторы шығарманың композициялық құрылысын талдайды, оқиға тауына орналастырады. Іске сәт оқушылар, жауаптарыңызды күтем. Жарайсыздар оқушылар, жауаптарыңызды дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Басталуы: орыс офицері иноземцевтің қолды болуы. Дамуы: Төрехан мен Сәруардың Крейгельдің тұтқынына түсуі. Шарықтау шегі: Мұқағалидың иноземцевті тергеуге алуы. Шиеленісуі: Крейгельдің Сәруарды Керекетасқа келуі, Галанушкинге әмір етуі. Шешімі: Сәруардың өлімі. Әдеби жанр эпос, лирика, драма болып жіктелетіні белгілі. Біздер оқып жатқан Бесатар шығармасы қай жанрға жатады екен? Ойланайықшы. Дұрыс айтасыздар. Эпосқа жатады. Екінші тапсырма. Шығарманың жанрлық ерекшелігіне қарай талдау жасаңыз. Шығарма кестесін толтырыңыз. Бағалау критерийі шығарманың жанрлық ерекшелігіне талдау жасайды. Дескрипторы шығарманы жанр түріне ажыратады, басты кейіпкерлерін тауып жазады, шығарманың ерекшеліктерін айқындайды. Дұрыс орындайды деп сенем оқушылар. Орындаған жұмыстарыңызды ұсынылған жауаппен салыстырып көрейік. Шығарманың аты Бесатар, шығарманың авторы Асқар Сүлейменов, жанр түрі повесть, басты кейіпкерлері Крейгель, Иноземцев, Төрехан, Сәруар, Мұқағали, Өтеп, Қарала. Шығарманың стилі, ерекшелігі: повесть психологиялық диалог тәсілімен жазылған, жеке адамның ішкі ой монологінен тұрады. Әр бөлім шығарма кейіпкерлерінің атымен аталады. Сол кейіпкердің атынан бірінші жақтан баяндалады. Айналасы 4-5 адамның басынан кешкен оқиғалар артық ауыз сөз кірістірілмей бейнелі жеткізілген. Затты құбылысты суреттеуде автор бейнелі астарлы эпитеттерді, ұлттық сипаттағы теңеулерді ұтымды қолданған. Шығармадағы іс-әрекет пен оқиға белгілі бір жерде және белгілі бір уақыт кезеңінде өтеді. Кейде жазушы реалды уақытты көрсетеді, немесе уақытты кейін қарай жылжытып көрсетеді. Бұны лирикалық шегініс деп атайды. Оқиға желісін кенет үзіп, өзі жайлы немесе оқиғадан тыс жайтты баяндайды. Бұл повестеде мұндай көркемдік әдіс ұтымды қолданылған. Келесі тапсырма. Оқушылар шығармадағы басты оқиғалардың орны мен уақытын кестеге түсіріп, шығарма желісін уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдайық. 3 үзінді берілген. Біріншісін талдап көрсетемін, келесі үзінділерді өз бетіңізбен орындайсыздар. Себебі бұл жұмыс сіздерге өзіндік жұмыс ретінде беріліп отыр. Бірінші үзінді. Уақыттың тарлығын-ай. Жалғыз үміт енді мына балада қалды. Төреханды кешке дейін не әрі кеткенде таң ата көндіріп берсе, кейік кенейдің алшылағаны. Іс әйтпесе қиындап кетпек. Оқиғаның орны Мұқағали ауылы. Уақыт кезеңі 1916 жыл 9 шілде. Енді қалған 2 үзіндіні өздеріңіз орындаңыздар. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта нені меңгердік? Шығарманың композициясын, жанрлық ерекшелігін айқындадық. Шығарманың желісін уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдадық. Асқар Сүлейменовтың көп қырлы талант иесі екенін, қолтаңбасы бөлек екеніне, тілі бай екеніне тағы да көз жеткіздік. Асқар Сүлейменов өз ұлтын өлердей сүйген ұлтшыл азамат болды. Сол жолда Құдай тағала оған Абайдың абыздығы мен Махамбеттің мінезділігін берген еді. Бір-біріне ұқсамайтын осы екі тұлғаның арасынан Асқар Сүлейменов пайда болған тәрізді. Оның болмысында батырлық та бар, даналық, абыздық та бар. Міне сол қазақтың болмысы, Абай тірілгендей даналығы, Махамбет тірілгендей батырлығы, Асекең қағаз қаламға,
сөзге жүгінді. Оның алғашқы сөзінен бастап бүкіл қазақ қоғамы дүр сілкінді, рухымыз дүр сілкінді деп жазушы Смағұл Елубай өз пікірін білдірген еді. Қызыл империяға қарсы атылған оқ секілді болған бұл шығарма кейінгі ұрпаққа аманат. Олай болса, талантты суреткер, шебер жазушының шығармасын оқып жүрейік жас достар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.